TV. Тәмле ризык кайфны күтәрә, тәмле ризык яшәргә көч бирә, тәмле ризык тәмле көрәштә пешерелә. Сәлам дуслар, ТМ-ТV телеканалында кабаттан без һәм берничә секундтан, берничә мизгелдән инде кунагыбыз да әлеге аш бүлмәсендә пәйда булачак. Татар халкының, татар милләтенең, безнең яраткан җырчыбыз, безнең легендабыз Татарстанның халык артисты Искиткеч Хәмдүнә Тимергалиева. Хәмдүнә апа, рәхимит. Исәннәрмесез? Исәнмесез, саумысыз? Нигә кәҗә саумыйсыз? Бүләкләрдә алып килгән безгә Хәмдүнә апабыз. Аш телефонга килеп чыкты. Хәмдүнә апа. Күчтән сез килеп булмый, кунакка килгәч. Син әллә торт яратасың? Мин талымсыз бөтен нәрсәне яратам ашый. Нәрсә бирәләр ашым? Алдыма нәрсә килә шул ашый. Беләсеңме, бу тортны мине аны кызым бик ярата. Шулаймы? Уртанчысы да бик ярата. Алай булгач. Хәтта мин үземдә аларга иярә башым бу тортны. Бигрәк яхшы булган. Бик зур рәхмәт, йөрәк формасында. Шундый. Син беләсеңме, Хәмдүнә апа, хәзер йөрәкне менә булай модада күрсәтергә, менә булай иттереп күрсәтәләр яшь. Бөтенесе дә күрсәтә. Бөтенесе күрсәтә. Шуңа күрә бездән сиңа, Хәмдүнә апа, менә шундый йөрәк, бик зур рәхмәт. Сиңа дөресрәге синнән безгә менә бу торт. Тәмле көрәшебезне башлыйбыз. Башлыйбыз. Хәмдүнә апа, безнең тапшырыбызның шарты бераз гына үзгәрде, форматы да үзгәрде. Син соңга килгәндә сез студияда ике капма каршы, ике катнашучы булса, хәзер юк. Син бер үзең һәм сиңа каршы безнең телевизион тамашачыларыбыз каршы дип битегә куркыныч әйтәм инде, бик курыкма. Хәзер безнең телевизион тамашачыларыбыз рецепт юллый да. Мин сиңа шул рецептны күрсәтәм дә. Хәмдүнә апа, менә шулай пешерергә кирәк булачак дип әйтәм. Хәмдүнә апа пешерә. Әгәр дә тапшыру ахырында ризык нәкъ шулай фотода кебек килеп чыкса, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күкмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге таба менә нәкъ шул бу таба. Хәмдүнә апа, сезнеке. Юк икән, бу табаны без әлеге рецепт юллаучыга почта беләнме, машинага салыпмы, автобусга тиепме җибәрәбез үзенә. Кире түгел инде шул кешегә. Кире булыр ул заводка, булай. Рецептны юллаучыга. Аңлашылдымы? Менә шундый гади шарт. Мин сиңа хәзер тиздән рецептын да күрсәтәчәкмен. Әйдә хәзер тыңлап узыйк әле, кем икән ул сиңа каршы көрәшүче. Шулай итеп, Хәмдүнә апа, сиңа каршы бүген Ләйсән исемле бер кыз көрәшә икән. Күрсәтимме нәрсә җибәргән ул безгә? Вот. Менә шундый нәрсә бу дип беләсең? Бу крем суп. Әйе, бу аш. Хәзерге вакытта бигрәк тә дөрес тукланучылар бик каты яраталар инде мондай крем ашларны. Миңа калса бик җиңел рецепт безнең бүген. Бик гади. Син беләсеңме нәрсәдән бу? Яшел төстә булгач. Борчактар микән? Юк. Шулай дип уйлаган икән. Яшел борчак. Юк, бу брокколи. Брокколи кәбестә. Шулай инде. Шулай бердән инде. Кибеттә сатала ул. Миңа калса бик гади, бик җиңел. Син пешергән бармы, Хәмдүнә апа, мондай берне гомумән? Юк. Юкмы? Менә кайчанда булса бер тапкыр пешерергә кирәк бит инде. Ни өчен дисәм, мин традицион ризыклар әзерлим. Токмашажы? Юк, токмашны яратмыйм. Мин шулпалы, итле, бәрәңгеле. Бәрәңге шулпасы диләр инде. Ит бәрәңге шулпа. Ит бәрәңге шулпасы. Мин Башкортстанда үскән бит. Анда мин әгерчедә үссәм дә шуны ашап үстем, Хәмдүнә апа, безнең. Юк, анда безнең ризыклар гел шулпалы. Анда бер нәрсә дә салмыйсың. Шулпалы, итле булсын. Бүген бераз куертылган шулпа булыр инде, Хәмдүнә апа. Әйдә без Аллага тапшыруны башлыйк, дөресрәге пешерә башлыйк. Мин сиңа уңышлар теләп калам. Мин, Хәмдүнә апа, бүген синең яклыйм, мин бераз гына сиңа ярдәм итермен. Ярар. Сөйләштек. Күкмара табасы өчен икәүләшеп көрәшәбез бүген. Киттек әйдә. Я, Хәмдүнә апа, шулай итеп, син сораган бөтен әйбердә өстәлдә. Менә белим дисәң дә әле, белгәнсең. Гимбәне дә тап дигәч, гимбәсен дә таптык дисәң, урманга чыгып җыеп кирдек. Хәмдүнә апа, бик яраткан. Менә бәрәңге белән кишер. Бәрәңгедән башлыйбыз инде. Әйдә, Хәмдүнә апа, миңа калса, монда бит инде рецептларның гади.
Әйе. Менә бу көкмары кәштерүленә. Тезірек пішсін үшін әзірек бақылаймыз, әйе. Біз менә буларны салабыз да монда. Барысы пішіп шыққаш, хәтта сүзі қалай түгел. Салабыз да тұндырабыз да. Тұндырабыз. Сіз шойдер ме? Шойсешесің ме? Тұндырабыз да. Біттесі қойнап шыққаш, емшарғаш, біз ана блендер білен жеттіріп бақытып алабыз да, бітті кетті өссәлем. Я Қамдыр апа, енді ең сөйлешесі келген тема ол да болса сенің юбилейің. Юбилей. 17 яшілік юбилейларың шаулап гірлеп узды Қазан қаласында. Эфе қаласында бардығы самолеттар білән кеткенігізні инстаграмдардан қарадығыңды көзеттік. Қамдыр апа, сөйлелі. Неше керек болды? Қазандықын башта сөйле. Ой, бек яқшы өтті. Bir gün akın alğan imisiz? Bir gün akın, ikinci günü yarı almağam mən əli. Ne üçün deysən? İkinci günü orğan edim. Ol jırlap tügül. Moralni? Moralni, ayı. İkinci günü orğan edim. Bir şıqlıq indi barbar orta bitindi o. Bek köp. Allah'a şükür. Men biləm Qazanda әлі bir көп kişi eləgəsi kilib də eləgə almışa qalğanlar mənə alarğa нәрсә deyib eytirsin ekan. Neylə? Mart'ın 29'unda 12'de қабатлıyım юбилей концертімді халықлар сұрау бойынша. Міне, жәмәғат тамашашы сұрау бойынша 29 Mart'ta. 12'de. 12'de. Филармонияға сыйдырып отырамын. Халықлар. Çünkü филармонияға сыймады, шу хәтлі зал. Әлі билет таптырып азапландырғандарды. Әлі тегі таныштар біліштер өтін. Қайында қамдына мезганда табайында билет деп. Ажиотаж болды. Sold out деп аталауымызда. Тағын бір зал халық қалды ұрамда. Ярат, әлі Қазанның темасын жауап бітірмәдік. Нендей күтілмәген бөлек тапшырдылар сеңа Қазан бөлектер бергенлердір бетінде? Қазан концертында. Бөлек берге тиішлер. Исте қалғаны. Бөлек берге тиішлер әлі... Букетлардан қалады бетім. Букетлардан қалады, әлі құлға келі білекмәді. Әлекке шайтырмын. Kitabımla шығарға жиенам. Міне, шыны сұрамақшы. Міне, kitabımla шығарға жиенам. Енді 10 ел үйірдім енді вақыт демейші. Китап артынан? Шәрмінді бәйіп. Гастроллер көп. Гастроллерден башқа шәқси тұрмышының алып барға керек. Вақлықларын өйтерге алып барға керек. Мен бет ялғыз кеші, өзім баш, өзім мойын, өзім... Тоқталы, ялғыз дейсің бет. Башы. Онық тәрбиялейм дейсің. Онығым. Біле, біз жәмәғат мұнда тапшыруға әзірләнгенде бір тоқтамай онығын сөйлейм. Ол онығым дей, есемен жа... Асман. Асман бет әлі, еме? Әйе. Асманым. Сен ұзалы бізге, сен бет әлі. Бейгіррәкіна матур, шуңа алданып ятам. Илхам Шарифнің ұлы Асман. Әйе. Сен тәрбиеге қалдыралар мәлі, қой бір шақтай. Әлі өзі сұра баласың ба? Бейтерік зәлі ба Асман? Ол сұлқатлы ақылы бала. Неше яшыңа? 2 яшта мына 7-ші ай кетті енді. Сұлқатлы ақылы бала. Ол білекейден өк. Жалауына білмеді, но шақпақ кібігінде нық. Шақмақ кібі? Нық. Біз әдігі нық кішіні шөйділер, әйкімдер аңламай. Бәлкім ештер бар әдігі. Біздің яқты. Шақмақ кібі. Нық кішіні бізді шақмақ дейлер. Міне, сұлқатлы. Барып түшсе де еламай тұрған. Секіріп тұра да кете. Абу болды дейді кете. Абу. Сізге кім дейп үндәші? Әбі дейп, Ағаби. Әйе, Ағаби. Ағаби дейп. Ағаби дейп әйтіп бітір әлмей, Аби дейп. Аби. Әлі нұқлап тұрып сөйлешірге Бұл кім дейп сұрағаш? Өзін сұрайменде бұл кім дейп? Айя деген бұла. Асман, айя. Айя дейп? Пигірек батыр, қазір пик батыр уақытты теле ашылып келе бетінде. Шуңа олданым. Тағын Қазан концертында, шешектерден қалады бұлғандар бетіне бір әлі қызықлы. Қызықлы бұлды ана етірге. Пішіліп кетіргенлердір, бәлкім әсәдір ясап кетіргенлердір. Бұла біті кресло, кәнәфи, картина, қамдына бағында білмейм. Бөлеклер болды, Архангельский шәһәрінен Рим Калимулин келді. Бөлеклерін тұтып. Шунан соң Самарадан Хавил Хазиевич бек зор бөлек жіберді. Нәрсе ол? Нәрсе екен айтып тұрмайм енді. Ана келі Хавил Хазиевич мега гына түгіл бүтін артистарға ярдам еткен кіші ол. Ескеткеш біздің спортсменіміз бит ол. Білем, күреш екенім. Пәхлуан кібік, зор гәудәлі.
Шуннан соң Екатеринбургтан келділер. Башқұртстаннан мәле өзден өзі біздің районнан келділер. Жетекшілер келді, бұрайлар келді. Ғымымен бек көп кішілер келді. Олардың саны кетсең, senin передачың жетмейшек. Жетмейшек? Йо, біздің Хамдин апа егерде сіз сөйлесеңіз, біз 2 тапшыру жасаймыз бір yola. Бірге қоябыз рәттен. Ярар, Қазандықы белән аңлашылды. Өстәмә концерт булачак дидегез. Әле аннан сіз Эфи қаласына да бардыгыз. О, грандиозно үтте Уфада. Һәр бір жырыма басып қол шаптылар. Шул хәтле матур итте. Анда да өзі біздің районнар келді. Ана киреп, Башқұртстанның нешік айтайым, Башқұртстанның правительствосынан да награда болды. Бүләкләділер. Енді Аллаға шүкір шу администрациясынан, хакимиятінен Башқұртстан администрациясынан бүләк болды. Аллаға шүкір бигрәк яхшы үтті. Хатта отырып та тұрмадылар, гүл басып қол шаптылар. Урамда шуның хәтлі халық яңадан қалғандар. Ең қызығы сол, өзі біздің бұрайдан келген кішілер кірәлмеші қайтып кеткендер. Хамдин апа, бұрайда өзінде ясарға керек? Ясайым. Алла берсе декабрның 13-14 анда бұлабыз. Вот, бұрайлар. Әнекәшім білән қайтам вихан білән атақлы районыбыздың көп еллар халықны тұтып ішлеген жыршыбыз Башқұртстанның халық артисі Фәдис Ғаниев, тұрмыш иптәшлі Лилия Бекмөлені білән. Енді яқшы концерт болашақ. Ана кері шушы... Силе бұстанда бола, Мәскәу. Мәскәуге жаңа елдан соң сөйлешірге гына барабыз әлі. Күзге болыр, алдағы күзге болыр. Берсен қызар. Ана кері ең көңілісі менің үшін концертта өзімнің бір туған абайым, 82 яшылық абайым келіп, жеміріп гармон ойнады Батыскида. Исемі неше ғаны? Фәнәуи. Ғамыр бойы орман қожалығында ішлеген жетекші болып. Ол қазір уақытта қойда? Қазір лайықлы ялда, енді бүтін 82 яшылған. Жоқ, қойда яшы дейм? Нефтекамановский янында поселок Николай Березовка бар. Міне соңғы елларына ұшында енді орман қожалығында жетекші болып ішледі. Енді өлә енді ол орман үшін. Табиғат кішісі. Баски гармонларда, бүтін гармонларда да ойнай. Менің білән бірге гастрольге барған біздің баяншыларыбыз бұрынғы халық жырларын нешек ойнарға екен абайдан үйренділер көбіс. Менің білән барғанда. Мені сен ауэт? Менің... Қызық екен алсы? 4 яшынан өк кішкенеден гармон тарта башаған. Музыкал қойда дайында демексіз? Оның балалары да музыкальный школаны біттілер параллельно мәктеп білән баянда да малайы баянда да ойнай, бұл тоқтата да ойнай. Синтезатор. Синтезаторда. Біз әйе 90-шылардан тоқталып қалған. Хамдин апа, сізге тағын бір іш беремін демен. Іш қушам, міне дүмбәні, міне бала еттіріп, бір неше ішке кессәгіз, шол жейте, шол еттіріп, еме, Хамдин апа, міне көрсеттім дәзгені. Біз мұна ашқа атабыз, біз бары бір мұны бұлендерден шығарашамыз. Мен ол уақытта біздің тапшырыбыздың генерал спонсоры болған, Мына бұл Көкмары металл соғытсыба заводы ашық акционерлік жәмғияты турында да бірінші сөз айтам. Біздің спонсорыбыз олар. Әмінде Көкмары сөйде маркасы достар, ол уақыт білән сыналған соғытсыба Германия технологиясы бойынша өзімізде Ресейде жетіштірілі. Һәм оңайлық үшін әлегі заманшы соғытсыбаны сіз достар интернет кибет ашада алырға мүмкінсіз. Бар алардың кибетлері Көкмарада һәм Қазанда бір елі іш кибетлері инде ішлей бұларының қазір. Бірсі аның Павлюкина урама 114 адресі бойынша орнашқан болса, екіншісі Прифордзорга 11Б адресі бойынша орнашқан Горький парк сәуде үзәгінің бірінші қатында. Һәм тағын бірсі Мусина урама 23Б адресі бойынша орнашқан. Барығыз шул кибетлерге, барығыз жаныңыз тілеген табаларыны, кәстрөллеріні, қазанларыны түйеп игізге алып қайтығыз. Білесің бі? Спонсорымызға рахмет. Білесің бі болады? Жоқ, Хамдин апа, нәрсені? Бұл ұшушы фабрика завод ішлеге башаған вақытта онда көп ішлемедір. Мен бардым, гастрольге бардым. Көкмараға. Мына шушында ішлей тұрған жерге бардым мен. Бек көп сауат шойыннан пішкен ашыны білекеден үке аратам. Әрек беттіге пешке қойып қалдырған түңгілікке. Мындай шойын бір шөлмек бар. Түңгілікке жағып. Ертеңге пішіп шығайынды ол.
Шуңа күрә мин шуен ашын бәләкәйдән үк ашарга өйрәнгән. Бардым, Азат Ясабиевшінің өзен күрдім. Мен әйтәм, мин Сауыт-Саба алырга килдем. Ит түйәдем. Барсын да түйәдем. Шуннан соң акча түләргә дип барган идем. Азат Ясабиевич әйткән, Хәмдүнәгә барсын да бүләк итеп җибәрегез дигән. Мин рәсемен инде бай. Артистлар арасында миндәге ул Сауыт-Сабалар күбесендә юктыр әле анда ул хәтле. Хамдулла апа, әйдә алайса алдагы тапшыруны синең өеңдә төшерәбез. Төшерәбез. Кукмара заводы Сауыт-Сабалары синдә күп дидең. Күп. Бүтән нәрсәсе бар. Әле кемәрә бәлкем бүген җиңеп тә куярсың, тагын берәү өстәлер. Булдымы? Булды. Без моны бүген беләрне озатабыз бу. Озатабыз әйе. Так, ашка. Буларда гөмбә инде ул бик тиз пешеп чыга. Гөмбәне менә бу гөмбәне шампиньонны Хамдулла апа. Байда ашыйлар. Әйе, байда ашыйлар. Без ашап тормыйбыз инде аны. Тоз кирәк бераздан. Хамдулла апа, тоз салабыз да без хәзер реклама карыйбыз синең белән. Әйе. Тамашачыларыбыз да кашык бирсә. Так. Менә мондай кастрюльгә күпме тоз салыр иде Хамдулла апа? Мондамы? Ага. Нормально. Шулай тозлырак ярата мансы. Әйдә бисмилла әйтеп. Тозрак булыр дисеңме? Әзрәйне кире салам. Так. Хамдулла апа, Сада тозын карарга була бит. Әлбәттә, Хамдулла апа, безнең монда эш инде диярлек. Ни өчен дигәндә, без бөтен төп эшне эшләп битердек, башкардык. Диярлек. Диярлек димен, чөнки менә бу брокколи иң ахырдан салына торган нәрсә, чөнки аны без балаларга ашатканда нигә кайнап торган суга саласың да аласың. Кире аласың. Ул пеште чыкты дигән. Шулай бит. Без аны ахырдан эшлибез. Сыр белән менә бу сөт өстен каймакны без инде гомумән газны сүндергәч тә сала алабыз. Шулай бит. Әйе. Аш кайный торсын, гөмбәләр пешә торсын, ә без сезнең белән бергәләшеп тәмле көрәшебездә тәмле реклама карыйк. Достар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә. Бездә кунакта Хамдуна апа, Хамдуна Тимергалиева инде. Җырларында җырлатасы килә, конечно, берәр җыр. Әйдә, җыр җырлаганчы бер рубрика уйнап алабыз. Хамдуна апа, мин беләм, сез бик оста бакчачы. Хамдуна апаның бар бакчасы Казаннан бик ерак түгел, беләм монда. Казан дисәң дә була инде ул шул Константиновка тирәләрендә инде шунда каядыр. Бакчада Хамдуна апаның бар. Алма. Слива. Слива, крыжовник бармы? Крыжовник бар. Обязательно бик тәмле. Кызыл карлыган. Кызыл шымыр тутырттым дей. Кызыл шымыр тутырттым быел. Әле утырттың әле, булмады җимеш булмады. Утырттым, юк. Так. Балан утырттым. Кара миләшем бар, кызыл миләшем бар. Хо-хо. Хамдуна апа, булардан сез беренче ясыйсыз. Грушем бар. Груша бигрәк быел уңда. Грушем. Ул бакча хәзерге вакытта инде аны кышка әзерләп калдырдыгызмы, эшен яптыгызмы? Бөтен эшен дә әзерләдек. Барыбер караштырып торабыз барып. Менә кышка ярар, рубриканы башлаганчы Хамдуна ападан бакчачыларга киңәш. Кышка ничегрәк нәрсә эшләтеп калдырырга агачларны? Буярга, ни куярга, куяннар кимермәсен дип. Куяннар кимермәсен дип әзрәк ураштырып куябыз инде шулай тышкы яктан. Салкын тимәсен дип. Салкын тимәсен дип. Инде гөлләрне инде шунда булган теге үзләренең шубы белән яуып куябыз, бер нәрсә эшләмик. Бер нәрсә эшләмик. Бер нәрсә булмый, үзенең шубы белән кутлап куйсагыз, Хамдуна апа рубрика була торды. Мин хәзер күрсәтәчәк менә шундый яфраклар, чәчәкләр, төрле культураларның, җимешләрнең яфрагы буенча сезгә шул җимешләрне әйтеп бирә кирәк. Бу йөзем бит. Хамдуна апа, син молодец. Күрдеңме? Әйе, без виноград дибез инде аны, йөзем. Әйе, виноград. Шул кипкән инде. Виноград шул кипкән йөзем бит инде. Так, монсы булды. Амасын танысыңмы? Ну, моны танымау мөмкин түгел инде. Бу җырларда бик күп җырлана инде бу. Шымыр түгел инде бу. Юк. Бу шияме? Әйе. Шия. Әйе, менә бит. Шия турында нинди җыр беләбез Шия турында? Шияләр райрам дайра сүзләрен белмим. Райра. Әрем Хасанның пикшәп җыры бар. Аны менә Кәшилхам җырлый. Шияләр турында. Так, киттек алга таба. Менә монсы нәрсә? Моны син белергә тиешсең менә.
Қаранды Не, өнелері. қоя. Өнелері ненде? Бұл крыжовник ма? Мотугел. Бұл крыжовник. Бұл крыжовник. Ана. Мына Сенде менеке. шындай яшілме? Шындай менеке. Аны бите бар таған қызыл крыжовниклар үстерелер. Шылайым. Ондай жоқ. Ол баллы бұлар. Баллы бұлар. Хамдин апа отырталі. Отыртам. Биыл. Мына бұл шымыртның қызылын тұртқансың бетінде. Крыжовниктің да қызылын тұртып қой. Ой, ол шымыртның матурлығын көрсең. Қызыл шымыртның. Матур, бик матур бұлар. Хайран қалдым да, мен айтам, мен де отыртам дедім. Мұның шешәге бик жоқ, но яфрағы енді бик таныш енді мұның. Қора желек. Рушасы шыл Малина. Ягода малина. Кезді малина. Алла, олай өзі балы башарлық. Сонда аппетитный ме? Әйе. Иректемлі көріне. Кеттік алдағасын. Міне бұны әйтмәдің сен менің бақшамда бар деп. Бар, абрепиха. Бар. Молодец, қамдері ба мен? Абрепихам бар. Ойланырсың деген едім. Абрепиха бик файдалы деп. Игерәкләр дә файдалы. Сөйләрін ішсәң шынан. Мындағы сығына жетмей құмармын. Мерні яғында әремеде бар. Теге әлекеге бір көпесіне қалған. Сонда барып жиып алып қайтам. Мындағы сынды білеңін атоймейм. Хамдын апа шалтырат әлі бірге барыға көпесінің бақшасына. Онда шу қатлерілер. Она кере олар бейік өсмей тұрған. Теге бәлекей бұйлылар. Мысы енді мұның қарлыған енді. Бұл әр бір йыртта ең бірінші болып бітін қожабикелер, қожалар отыртушы қарлыған. Шұлық мотор еме, бек аппетит. Бекерек мотор. Ну, қарасаң шушылай бұла енді. Яқшы етіп. Қарамасаң, қазір әлін сәлем істеген. Оқшама берерге керек, яқшы еттіріп. Теріс берерге керек. Так, әлі таған нәрсе болды екен бұл. Мұны мен өзім де білмеймін дейерсің. Мысы. Так, мысы. Роза? Роза шешегі дейсің? Гүлжеміш бейт бұл. Розаға шаған бейт. Әйтем шешек. Оны бек... Мұны қадлы әрі болмайды бейт ана шешегі? Бұла, ондайларда бұла. Онды сортта бұла мұны? Әйе. Мен өзімде танымын. Бұл шындай әрі сорт екен. Әрі сорт, әйе. Бұла бейт әлі ұзыншасы теге шындай. Шыдай өк мені бик файдалы жемеш, гүл жемеш. Ну, орманлықына жетмей. Орманлықына? Теге бәлекей. Бұл ірілері ол қатты түгіл. Файдасы нешіктір мұның? Орманлықы шәбірәк. Там енді сыңғысы қамдын апа, бұл енді біздің... Нәрсе қалды енді біз, нәрсені отамадық? Шымырт? Жоқ. Бұл шымырт түгіл? Шымырт беттігінде бұла, шымырт... Әйе, бұл не? Ой, Аллах. Шәшәгі аттамайның. Алмағашы? 15-лерінде. Бұл алмағаш. Өзі бізнеке. Алма. Ой, менің алмаларым тәмлі сортлар. Антоновка? Антоновка бар ма? Антоновка, башкирский красавица. Башкирский красавица бар ма? Шын сұресім келгені. Әйе, башкирский красавица. Ана кере менің... Да, бұл шоңа шам біразғына. Бірсінің исімін білмеймін, сұлғатты тәмлі алмам бар. И белый налив. Налив бар, да, налив деп етесі келгені. Жоқ. Ең тәмлілерін сайдағанса. Белый налив бар, башкирский красавица 2 штук бар. Ара теге яқта екеу бар міне бақшаның. Теге яқта әттегіндегісі. Теге яқта екесі. Көпесінің бақшасында жоқ ма? Оларының исімі білмеймін, но сұлғатты тәмлі алмаларым. Хамдын апа. Яратам шында жай күні. Бәрәхеттеніп. Ертен шығасың көк қышқыра, сандуғашлар сайрай, хұрият. Әкірін ғана шындай матур болып құяш шыға. Яратам да. Кетелі бақшаңа алдағы елға. Алдағы елға. Көп көшілер келе, сізгені пейда болмайсыз. Мен мұқатты бақша бар екен білмедігім де. Мен әрсізден сұрағанымда жоқ. Яры тапшыры болды әлі. Қиярын өстірем, помидорын өстірем. Шөгендер кешір барысы, мәш келіп ятам. Қошан үлгірәсің? Үлгірем. Мен ертені түк, сағат 4-ші арты, 4-лерді, 5-ші артыларда тұрам. Қияш қыздырғаншы? Қияш көтәрілгенші ішімді ішлейм де, қияш вақытында үйде кірем де ял етем. Ана кеш білен шағым. Сиесті бұлайын да анысы. Я, Хамдын апа, бек зор рахмет. Бұл берім бойынша 5-лі, плюсым. Екінші сұрау, түгі уақытта сұрау бердім де, әлі біраз ғана тапшыры баршында аннан соң ұнытылды. Ол да болса китап турында.
Kitap, Kitap шығып үлгермеді әлі дейсің. kitap турында Бұл нендей китап? Сенің өзімде биографик китап мы? өзімде көре башлаймын. Енді неше жылдар мені аны шығарға тырышам. Әйе, әйтілген енді. Анау вақыт жетмей. Бұл гастроллер білен вақыт жетмей. Ана соң вақытта мен бет ауыртып тұрдым. Шуңа күрә ол теге кешіріліп келді. Быйыл ала берсе шығарам енді. Быйыл бір нәрсе 20-ші жылына. 20-ші жылына ташқа басылған быйыл шығарам. Болды. Күтәбіз. Алла берсе. Автограф флан меңа. Біріншісі меңа болмаса да бірінші езліктәгісі меңа болса. Алла берсе. Алла берсе. Болатқа дейіп. Болатқа дейіп Лейсәніңе беремін. Болат Лейсәнге. Лейсәніңе менің еш уақыт қышытылар бит. Ярар. Хамдулла апа, біздің үйде ашыбызды ілгіріп келе, крем суп. Енді bütün нәрсені ішләдік кебек, китапны білдік. Меңа бір китап болды deyerlik. Менің миссия өтәлді кебек. Бір жыр. Бір жыр? Бір жыр сіз жібәріп өзбейтінде бар бір. Бір жыр? Хамдулла апа, нәрсе айтсаң да бір жыр сіз китабын. Өзіміздің Башқұртстанда жырлана тұрған бұрынғы жырдан бір үзіккәйі бір үзіккәйі. Өтіп күні кеткен бұл өмірінің орталарынан шығып сызғырдым. Жетті ме? Бұлай. Қалған, достар, мына бұл жерінің қалған ілішін концертта тыңласыз, жәме? Әлбетте. Әлі Үзінің районында болашақ, әлі Қазанда істеме концерт, Шаллы әлінде, Біздің бит Башқұртстандағы бұрынғы жырлар, олар бит су бойы. Китапқа да кірешек ме біразында? Кірешек, текстары кірешек. Жыр текстары. Текстары кірешек, қой өтөрлерінің ноталары. Мен бит 30-ға яқын халық жыры шығардым. Бір кіші жырламаған. Қояндыр тауып, андан соң енді... Халықтан жеп тауып, әткейінің бик көп жырлары. Мына жымға менің әткейінің жыры, Иске Герман кейі, ана кері бик көп жырлар әнкейден, әнкейінің сіңлесі Мәриям апа бик қаты жырлай тұрған еді. Аңардан жазып алған жырлар. Жазып алып. Жазып алған, үйреніп. Біздің әлесе фольклорны сақтап қалда зұр үліш кірткен Хамдулла апабыз да. Хамдулла апа, бик зор рахмет. Фольклорны білмей тұрып, білмеген кішіні мен жыршыға санамын. Чөнки ол жырның негізі бет. Жыр культурасының, жыр мәдениетінің, жыр сәнғатының. Bütün muzikal əsərlər folklorga negizləb icad etilər. Əgər folklorni kişi bilmey ekan, iki jır jırlab jırçı болып bulamını. Bu jırçılar sizге қағыла. Көпшілік шоңа көре, әгер де современный заманша жырлар жырласаңыз да, өзіңіз үшін болса да, үйреніңіз. Өзің үшін үйренуге керек. Халық жырын жырлай білген кіші, любой жырны тұтып жырлай. Мәймасы, факт. Хамдулла апа, біздің үйде мұнда аш пішті дейерлік, шуңа көре, біз қазіріне брокколini. Мен итіңіне барым, әне берсәң теге, шәнішкені берсәң. Әне? Аха, беріңгісін. Болған. Болған. Олардың үйде блендер білен қазір вұрт итесігіне қалды. Демек, брокколini біз рұқсат етсәң. Әйе. Атам мұнда, бұзаны қабызып қойнатып қана шығарабыз да. Бұл бұлды. Достар, мені шолай бик жеңіл әзірлене тұрған ризот, крем аш әлі бик файдалы. Мен бұл крем аш яна білесің нәрсегіне жетмей. Намыны қатты бір кисек ит. Чөнки Хамдулла апада ит ярата, мен де ит яратам. Ярар бүгін итсіз генә инде. Итсіз генә пішіріп тұрырбыз. Біздің әткей ел сайын 2 шарат суядыр ие. Бізде бит Башқұртстанда көбірек от тұталар әйе. От ите, ол кеш білән еріп қайтасың. Теге әнкей кисәгі білән ет пішіріп қояда шаланға. Аны алып кіребес, ол теге қарлы ет ашып, аның тәмінелеге. Тәміні болайын осы. Әйе, от ите тұңмай бейт ол. Әйе. Аны кесе башасың шой, тілімді. Ой. Ипі үрін атытып. Дүнияда ең тәмілі ет. Хамдулла апа. Яратам.
Ya dostlar, şunun bilen bizden indi aşımız tamam. Biz tamam deydim. Pişip çıktı. Biz ana hazır blenderdan çıkarabız da, küçük blender bilen dirseğe vakit aytabız da, sıyık forma kiterabız da. Süt üstü bilen sırrını salıp telinkeye koyabız. Hem şağıştırabız fotonu. Fotolar tabii ki çıktı mı yok mu şağıştırıp qaribizansı. Hiç şeksiz. Dostlar biz bu işine işlegen arada siz Qabatdan Təmli Kiraş'ta reklamı qarab alırız. Mana şu dostlar, biz tırıştık. Biz işledik нәрсе келіп шықты, нәтижесі mana şu indi. Hamdi apa, qarali. Aşağıdan iş. Mana tüse Tesi de aşağıdan. alğan da qo'ygan şulay Kopiya. ko'rasizmi? Kopiya. Bütün нәрселерden Mine zelingine sorası qaldı. No birinchidan bizning tarinkay indi shaqmoqqa yorar, undan sonra men kechiraman sizin, chunki tarinkani berishimiz o'zimiz. Mine. Qara, bunda ko'p mosh chiqdi bizning, ha. Xayr, hamda qo'yarish o'ttirib. Mana. 1. Mana sana 2. Mana sana 3. 5. Menamisi 4. Hamdun apa. Bugungi kurashda jinguvchi deb Hamdun apa bo'ldi. Tataristonning xalq artisti Hamduna Temirg'aliyeva. Hamdun apa. Kelib chiqdi. Men sizni qatlayman, bilasizmi narsa? Qarali. Yana yaxshi bitdi, men xatarni qo'yib qarayman deyman. Qo'yib qaraymiz. Men tamin qabul qaragancha bo'lagini topshiraman. Bizning topshirig'imizdan keyin sponsor Ko'k Maramita Savdo bazasida ochiq aksiyalar jamiyatidan sening uydagi tobalaringga, kash turlaringga tag'in bir iptash. Qo'ydasizda do'stlar, mana sizga tag'in bir iptash olib qaytdim. Haqiqatan pishirigiz, qizdirig'iz, siylag'iz, onag'izni, tug'anlaringizni, yaqinlaringizni yemi? Shu endi o rizq ta'minli bo'ladi bitu. Ha, men qo'yib qarayman hali. Eee. Kelib chiqdi ekan. Ikimizning o'rtaq jimish bo'ldi. O'rtasi bo'lmaganmi? O'rtamizning xizmat jimishi dersak, tak. Hamda pashunday ta'minli bo'lgan. Hamdasizmi, brokkoli bunda o'zina ko'ra bir shunday pikant deb aytilgan, endi shunday ta'm beradi. Va. Вообще шеф. Hamdun apa? Bu rizq berakda ulkan yoshdagi kishilarga yaxshi. Yoshlarga bit hebat bora. İpi tutup başlasan. Bu bolalar rizqi. İpi tutup başlasan. Amma bunda tilimlab kesilgan ip bo'lsa, ortidan itda qolib qo'ysa. Voh. Boshdan ularga kerak bo'lgan. Yo'q, ansi men o'zim aytaman, o'zimdan chiqdi. Hamdun apa. Vaqt topib kelganingiz uchun bek zo'r rahmat. Biz sizni Qabatdan o'zgan yubileylaringiz bilan qutlaymiz deb aytaylik. Rahmat. Konsertlaringizni o'ngishli o'tuv bilan qutlaymiz. Ham kelasi konsertlaringizda o'ngishli o'tsin deb tilaklar tilaymiz. Amin. Amin. Jırlar yazdırığız, ijod etdingiz. Sizga jır yazdırmasanız, bulganların jırlab, hali bir 20 yıl rahatlanıp gastrol berib jira alasın hali. Bulgan jırlar, bulgan bagaj bilan da. Hali bor hali bir unnab, xalq eshitmagan xalq jırlarini bar, shularni ishlayman Allah bersin. Mine, shularni ishlarga kuch yetsin, darman yetsin, tilak bo'lsin, yami? Allah bersin. Finanslar bo'lsin, hozir boshqa ishlamaylar, bir sira jırlarni da. Shunga o'ngishlar sizga. O'ngishlar. Yaratgan tomoshabinimiz bilan uchrashuvlar hali bek ko'p nasib bo'lsin. Amin. Bizning topshiruvda da hali so'nggisi bo'lmasin degan tilakda bugunga so'zlashamiz Hamdun apa. Rahmat. Sizning bilan bek zo'r rahmat bizning televizion tomoshabinlarimizga. Laysan bu retsept uchun zo'r rahmat, chunki Hamdun apa hali bu retseptni bugun birinchi taqdir hazırladı. Mana ham bundan so'ng edi Hamdun apa endi mana hazırlaysak. Bu har kunni hazırlasang da bek yaxshi. Durust. Do'stlar, o'zingizning retseptlaringizni yo'llag'iz bizga TMTV telekanalidan. Biz bor Instagramda. Yoziling'iz, qo'shiling'iz bizga. Jibaringiz qiziqli retseptlaringizni, qatlovli retseptlarda bo'lsin. Hamda mana shunday ko'p martabalari uchun kurashingiz har otna sayin bizning telekanalda, bizning topshiriq qissalarida. Bugunga hisoblashamiz. Tamli yashik, tamli oshik. Motor yashik, mana bu uzoqlama yangi yillar jita. Durust. Motor ko'ngilli, ko'tarinki ko'ngil bilan qarshi oldirga yazsin. Amin. Bek zo'r rahmat. Her vaqt chaqirib turasiz, xalq bilan ishlashtirgani uchun zo'r rahmat. Umuman men sizning kompaniyani yarataman. Hamdun apa, biz da seni bek yaratamiz.
Işıqlar aşağı gəlsin tamam. Amin. Sağ olun, dostlar. Sağ olun.